Ежелден бір-біріне адам ғашық келген соң ұлы тойға қадам басып, байырғы ата-баба дәстүрменен алайық алдыменен амандастық деп. Ассалаумағалейкум, нағыз қала, аңыз қала, абыз қала, Шымкент. Құрметті ағайын, құрметті көпшілік, дәл қазір енді бүгінгі той Алланың нәсіп етіп, текті елдің төресі Ғалымжандай ұлдарыңыз және бет біткеннің сұлуы Раушандай қыздарыңыз бір-бірін кезіктіріп, таныстырып, бір-біріне жүректерін табыстырып, бүгін міне отау құрғалы жатыр. Сіздер үшін Ағдасархан жайған Тұрдығыз апамыздың ұлы тойына, дүбірлі тойына қош келдіңіздер деп бір қошеметтеп қояйық шағайын. 7-ші Б класының балдары болады ғой, бандит. Вообще сабақ оқымайды. Бірақ өте үлгілі болып жүре беретін. Міне дәл осылай құшақтап апарып, Құданың орнына жайғастырасыз. Қарсы алыңыздар, еліміздің 2016 жылдың ең үздік 50 құдасының тізіміне кірген Ербол және Шермат құда. Өмірде ең бақытты жандардың бірі болыңыздар. Мұж, сен жүргізесің тойды. Не деген тақылдап тұрған бұл қыз, тамаша талабыңа нұр жаусын, Алла қаласа, осы оңтүстіктен шыққан талай ақын аналарыңды білесің ғой, солардың жолын қуа бер, бақытты бол. Вообще, Ғалымжан, сен қайын жұртыңа көз тимесін. Бәрі ақын, бәрі жыршы. Рахмет, мың жасаңыздар, бір ауыз сөзбен барлығымыз, жаңағы тарифтің бәрін кішкентай қарындас қолданып қойды. Барлығыңыз мен микрофонды ұсынам, бақытты болыңдар дейміз, сөзге тілек айтқан боламыз. 1, 2, 3. Бұл өмірде сан тараулы жол бар, болса дағы жан санаулы қолдар, алысармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар. Бұл өмірде баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Ежелден бір-біріне адам ғашық келген соң ұлы тойға қадам басып, байырғы ата-баба дәстүрменен алаяқ алдыменен амандас деп. Ассалаумағалейкум. Тақияңнан айналайын. Батыр ұлды қарасаңыздар, қалай шапалақ ұрып, орнымыздан бір тұрып қоймаймыз. Қазақпыз Қарайтұғын атасына сөз саптау қандай деп сапасына. Ешбір медаль жетпейді, ешбір орден қазақтың қарапайым батасынан.